Міне біз мынандай свободный көйлек тігеміз. Выточка жоқ, жағасы бар, қолы 3/4 деп айтады шынтақтан. Міне бірінші біз юбкасын пішіп аламыз. Юбкасын пішу үшін матаның ұзындығын алып аламыз. Мына ені 54 сантиметр. Бұны салу үшін біз матамызды бірінші төсеп аламыз. Міне матамыз біздің мынандай 2 қабат. Мінекей бұлай. Енді мен бұны бұлай бүктедім. Мінекей бір бүктеп алдық бүйтіп. Енді бұдан ұзындығын саламыз 81 сантиметрді. Міне 81 мен 2 сантиметр қостым қайтаруына. Мына ұзындығын. Енді бұлай енін аламыз. Ені 104, 104-ті 2 бүктеп аламын бүйтіп мінекей. Осыны мына еніне саламын. Мінекей. 1 сантиметр запас алып алдым. Міне осылай сызып қырқып аламыз. Қазір біз мына кеудесін пішеміз. Бұл жерде выточка еш нәрсе жоқ. Міне мұқият көріп алыңыздар. Мінекей мына матамызды алдық. Бұны бұлай бүктейміз. Міне бүктеп алдым. Енді қарап тұрсақ, біздің дпсы ұзындығы мына иықтан белге шейін ұзындық 46 сантиметр. Міне мен бұлай 46 сантиметрді алдым. 46-тан көбірек алдым, 2 сантиметр қосып, тігістерге кетеді деп. Енді біз мойыннан бастап саламыз. Мойыны бізде міне 18, 18-ді бұлай бөліп сала саламыз. Міне 18-ді бөлдік. Алдына 8 сантиметр түсіреміз. Бұны YouTube каналында көрсетіп қойған. Бұны қалай пішулерін және матаға көрсетіп отырмын. Енді иықтан бұлай қарай 4 сантиметр түсіреміз. Иығымыз біздің 14 сантиметр. Мінекей 14-ті алдым. Енді бізде шығысы мына екі қолдың арасы 48 сантиметр. 48 сантиметрді алып, мінекей бүйтіп екі бүктеп саламыз. Бұл екеуінің арасын біз 18 сантиметр қып аламыз. Көкірегін табу үшін линейкамен сызамыз бұны. Міне жаңағы сызған белгілерімізді осы жаққа бүйтіп жұмырлап қосамыз. Мына көкірегіміз біздің 55 сантиметр. Мінекей 55 сантиметрді алып, бұлай сала саламыз. Міне етегіне шейін осылай сызып аламыз. Мінекей біздікі осы. Қайта түсіндірейін. Мойны 18, 18-ді алып бұлай салып белгілеп, бұлай қарай 8 сантиметр. Мына қарай 14, мерден 4 түсірдім. Мына қарай 18 сантиметрді сызып алып, мына көкірек айналасы бізде 55 сантиметрді бүктеп салдым. Сол арқылы тіке түсіре саламыз. Өйткені тіке еш жерінде ешқандай выточка мынау жоқ. Енді осыны біз қырқып аламыз. Міне сәл белін қыналту үшін тағы да жең сияқты 2 сантиметрдей бүйтіп алып қыналтып аламыз. Міне осылай біз мына центрді обязательно белгілеп отырыңдар. Қыздар жағы анауына сағанда бізге тура кеп отырады. Мінекей осы. Енді біз арт жағын пішеміз, арқа бөлігін. Арқа бөлігін пішу үшін менде арт жағында түйме болады. Мен сол түймеге 2 сантиметр қалдырып кетіп, қазір пішіп көрсетемін. Міне бұл көйлекке мен міне 2 матамды алдым бүйтіп, төседім. Мына жерден біз 2, 3, 4 сантиметрдей қалдырып отырамыз. Мінекей түйме қадау үшін арт жағына. Енді бізде бұл жерде арқасы 3 сантиметр болып бүйтіп ойылу керек. Мінекей 3 сантиметрге.
қалғанын тура осылай қырқып аламыз. Мына бізге түйме қадау үшін керек дейді. Мінекей осылай әзір қырқып аламыз. Арқасы міне осыған салып қырқып аламыз. Бұл киімді енді бастап тігісті үйренген адамға да өте оңай, әрі жеңіл тігіледі, әрі сәнді. Мінекей бүйтіп алдық бұны. Енді біз алдыңғы жағын сәл 1,5 сантиметрдей бүйтіп ойып аламыз. Тек алдыңғы жағын. Мінекей. Міне алдын алып алдым. Енді осы жақтан жайлап бүйтіп бастап бұл алдыңғы бөлігі болады. Мінекей осылай оңай, бұл өте енді бастап тігуді үйренем деген қыздарға өте жеңіл түрінде тігуге болады. Әрі бұл сәнді, кең молынан, белінде сборкасы бар. Мінекей мынандай көйлек. Қазір енді жағасын пішуін көрсетемін. Міне енді біз мынау жағаны пішіп көрсетемін. Жағаны пішу үшін мынандай матаны алып алдым. Бұлай қарай бізде 28-29 сантиметр алдым. Бұлай қарай 15 сантиметр алдым. 15 сантиметрден біз мына жерден 7 сантиметрдей түсіреміз. Сөйтіп бұл сызығымызды біз мына жерге қосамыз. Міне бүйтіп дөңгелетіп қосамыз. Мына мелдан көрінбейді. Мына жерінде бүйтіп жұмырлап аламыз. Осы кеңдікпенен бұлай сызып аламыз. Міне. Мына жері 7 сантиметр болды. Мына жағын мен 8 сантиметр жағасын алып алдым. Енді біз осыны кесеміз. Мелді қалдырып отырмын мына жерден. Мінекей. Думалақ болу керек мына жері, мен думалаты. Мінекей осылай алып алдық. Бұл бізде мына алдыңғы жағы, қазір көрсетейін, алды былай жұмыр болып тұрады, думалақ жағы болып. Арқасы бүйтіп алғанда арт жағы бізде ашық, бұл жағы былай болып тұрады. Мына алдыңғы жағы, мына арт жағы, арқасының жағасы ашық болу керек. Енді біз осыны алып, мына жерде кесіп тастаймыз. Міне көрсеңіз, алды мынау, арт жағы мынау. Міне осылай пішіп аласыздар. Қазір біз мынандай жеңді пішеміз. Жеңнің ұзындығы 40 сантиметр, манжеті 5 сантиметр. Значит, 35 сантиметр манжет қосқанда 40 болады. Соны расчет алып отырыңыздар. Міне қазір матаға салып көреміз. Міне матаны дайындап алдым. Матаның ұзындығы менде 37 сантиметрдей болды. 5 сантиметр ұны тұрған манжетті қоямыз мына жағына. Міне енді біз жеңді салу үшін 12 сантиметр түсіріп, бұлай сызып аламыз. Мына жерге ширина рукавасы салынады. Ол ширина рукавасы бізде 20 сантиметр. 1 сантиметр қосып аламыз. Мінекей осы. Енді біз осы жерге 3 бұрыш сызық сызып аламыз. Сызып алып, ортасын бөлеміз. Жоғарыдан 2 сантиметр көтереміз. Дөңестеу думалақ болу керек. Астына қарай 1 сантиметр түсіріп, бұлай сызып аламыз. Енді жеңнің ұш жағын сәл кішірейтіп алуымыз керек. Тура 2 сантиметрдей біз ұш жағынан кесіп алып тастаймыз. Қазір кесу барысында көрсетемін. Мінекей осылай айландырып кесіп аламыз.
міне осы жерден сәл жеңнің ұшын азырақ қылып, сборкасы аздау болу үшін 2 сантиметр алып тастаймыз. Мінекей осы. Енді біз бәр жерін тегістеп алып, енді жоғар жағынан иықтың тігісіне тура ауып кетпеу үшін бүйтіп белгі беріп аламыз. Енді біз алдын пішеміз. Бұл алды мен YouTube каналымда жеңдерді қалай пішу, алдын қалай оюын көрсетіп қойғамын. YouTube каналын мұқият ашып көрсеңіздер, осыны көресіздер. 1,5 сантиметрден осылай кесіп алып тастап, бұны да белгілеміз. Бұл алдыңғы бөлігі болады. Мінекей осылай мұқият қарап, лайк басып, подписаться етіп, комментария жазып отырсаңыздар, мен келешекте келесі түсірілімде сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсіріп көрсетемін. Енді біз манжетін саламыз. Манжетіміз біздің міне 16 сантиметр болған кеңдігі, мен 5 сантиметр ширинасын алып, мына жерге бұлай қоямыз. Міне қойған кезде сәл-сәл сборка болады бұл жерде. Мінекей осылай біз тігіп пішіп аламыз.